Қайырлы күн көрермен. Асылжан мен Айгүл алдыңғы эфирлері қайта сөйлесеміз деп кеткен болатын. Бірақ та Асылжан ешқандай кездесу ұйымдастырмаған секілді. Айгүлдің артына эфирге келгені қайта отбасын қайтару. Әлде жеңіл ақшама? Айгүл болса қайта отбасының қосылуын қалайтыны көрінеді. Себебі ортала балалары бар дегендей. Ал Асылжан мен Айгүл бүгін эфирде өздерінің жақсы жаңалықтарын айтады деген ойдамыз. Сіздер қалай ойлайсыздар, жаза кетіңіздер. Көрерменнен көп пікір бар, оқып көрейік. Арадағы 5 жыл түк емес, ешкімнің адамы емес, сенің адамын Айгүл. Асылжан 2 баласы үшіп басқа. Күйеуге тисенде сенен алыстамайды. Балаларыңнан ұялыңдар, бай мен қатын іздемей. Бұл жердегі қызық, уақытша. Бақытта, байлықта өз үйлерінде. Оралыңдар ұяларына. Балалар өзге еркектер телмірмесін, жануарларын өз әкесін сағынып жасқа толтырмасын. Алла сіздерде табыссын деп осы жерде жолықтырған шығар. Ер азамат сенің қолыңнан келу керек. Ешкімге кимаймын емес, ешкімге бермеймін деп әдемі ұсыныс жасап алып кет балалардың анасын. Толыққанды жанұяда өскен балалардың 100% бақытты болатынын ойланыңдар. Сендердің өркөкіректенгендерінен балаларын жалтақ, ез болады, қайсына сол керек. Өз бақыттарында өз уақытында ұстап қалыңдар. Екінші рет бұл мүмкіндік болмайды. Аллахым сіздерді кездестіріп тұр. Айгүл Асылжанның қолын қатты ұстап жіберме.